айтсай бақыт мен де істейін деп өліп тұрмасын айналып. Қараш, ана жақтар қараш, Дәурен. Не қараймын, жандамаймын. Қараш деген не? Не, айтшы. Мына жақпен келдік та, біз ше есіме түспей жатыр, Дәурен. Мына осы жақпен. Дәурен, міне тұр ғой тал. Не тал? Міне осы тал міне. Ауылдан шыққалы тал іздеп жүр ме? Миллион талдың қасынан өтті ғой, шынысың бе? Жоқ, Дәурен, тал емес, тал, үй, шарбақ, осы үйді іздеп келе жатырмын ғой. Не болды? Не айтшы, түсіндіріп айтшы, не дейсің? Дәурен, мен кеше осы ауылға бешере келдім да. Арам. Жаман, арам адамсың ғой, негіз бар ғой, сенің бойың бар ғой, сол арамдықтан өспей жүр негіз. Не болды, Дәурен? Бір ауыз айтпайсың ба, келетін жоқ, біз жаттық ауылда осы қой. Дәурен, аяқ асты шығып кеттік байқамай. Азамат, қаяқтан шықсың, айтпайсың ба? Айт, не болды, айтшы. Дәурен, осы ауылға бешере келдік да, Дәурен. Кесек бешер қызы батыр ше. Ауылдың жастарын бәрі осы жерде. Қойш. Осы үйдің бір қызы бар екен да, Жәмила деген ау деймін ше. Сол төр жақта отыр екен да. Ана қыздай сұлу қыз көрмегесің сен? Қойш. Сұлу қыз ана қыз ше. Ой. Бешірдегі жігіттердің бәрінің көзі Жәмилада. Жәмиланың көзі менде. Білмеймін, реңдісі мен болып тұрмайын сол жерде. Өңшең маймылдардың арасында отырдың ба? Не болды сонда? Білмеймін, маған алып қойыңыз. Қалай болып қалды? Сомен. Жеп отырыңыз дейді да. Сомен. Қашық болып қалдым ба ана қыз? Сомен. Дәрен, сосын ше, мен ол қызға ше өтініш қылдым. Сіз шығарып салсам бола ма бешерден деп ше? Тоқыты шығарып салдың ба? Шығарып салдым, осы үй осы екен, кейін осы талдың астына екеуміз келіп ше. Талдың астында. Соны айтсайын. Ешкімге айтып қоймайсың Дәрен. Айтсайын. Сүйгім кеп кетті да ана қыз ше. Дұрыс қой. Сүйіп алғым кепті да, жақсы көріп кетті. Кейін анау танымайды маған ұяттым да, кейін қасына жоқ, ана қыз қасына барып ше, белінен. Жаңағы қызың ба? Иә. Қолын қағып жүрген жоқ па? Қағып жүрген жоқ. Кетар емес қой. Кетар емес қой мына қыз. Кетар емес қой, бірақ бергелді емес та ол. Нейтрал кете тұр. Сомен. Соған түріне қарай алмайды, белінен бүйтіп, ұстап. Бүйтіп, ана Дәурен. Денің сау ма? Ана қыз көрсетіп отырмын ғой саған. Көрсетудің бәрін сейсің бе сонда маған? Жоқ. Не болды сонда? Сүйгіз ма? Сүйгізбейді. Ой, сендер еркектер білем сендер сүйіп алып кетіп қаласыңдар. Әптен еркектен, жігіттен бар ғой, ауыз күйген қыз ғой. Сондай ау. Енді дәметіп қалғам, сүйгім кеп тұрған жерде ше. Тамағым ісіп қалама деп тұрмын. Сонымен, не істесем болады дедім да, қалтамдан паспортымды алдым да, удостоверениемді. Бердім, ма деп. Сөйттім да, телефонды да бер жердім. Ойбай, не үшін бермес сонда? Енді сендіру керек болды да, Дәурен. Осыны алып тұр, кейін үйленем дедім. Ойың тура ғой жалды, иә? Үйленем дедім. Енді сол, ана қыз сеніп қалды да маған ше? Шықты. Сиыр айтып бір шықты ғой? Жоқ. Екеуі де қыз екен ғой бұнан? Екеуі ғой. Қайсысы? Алдындағы ма, артындағы ма? Шарбақтардан жақсы көрінбей тұр ғой мынау. Толық па артындағы? Артындағысы, алдындағысы. Бір түрлі өген. Бергізей болым, бергізей. Танысып қойып. Байқаш. Дәурен болады. Бәдән. Бұзаулықсың ғой, е? Мұнайды қыздарын танисың ба? Камила ма? Ішінде сұлу қайсысы? Жәмила! Айттым ғой саған. Шағыз Айттым ғой сұлу. Қайсың жезді? Шында жезді емес. Жезді. Неме өте отты де? Ойбай! Омыртқасы жоқ. Зәлімат келген керек. Мұнаның інісі мұнандай, әпшесін әрмәлімейді. Я сұлу. Сол қазір кесеше өтініш, паспортым, телефон әп берші. Құрия бар, жынысы ба? Өз қолыңмен істедің ба? Мойдыма көтерен. Өрен тұсап, сен қыздармен жақсы сөйлесесің. Пожалуйста, өзі екеуі ба? Дәурен, ана жарымың мамасын еріп шығыпты ғой. Ауылдың қыздары осындай болады. Бірінші мамасын жібереді, одан кейін қызымен сөйлесесің. Сөйлесің. Мамасын өзі сөйлес. Шешесін көріп қызын ал деген, давай. Амансыз ба, апа? Не? Тәте.
Жеңше, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, жеңше? Әже дей салмадың ба? әжесі екен ғой. Әжеге құсамайды. Жеңше, анау, кеше сіздің қызыңызға ма, қайынсіңліңізге ма, паспортым мен телефон ұстай тұршы, ертең алып кетем деп тастап кетіп едім, соны әпе жүресіз ба, асығып тұр еді, соны алып кетейін деп кетіп тұр едім. Соған керек. Удостоверение телефон ба? Иә. Маған бердің ғой сен. Жоқ, мен сізге берген жоқ. Жәмилаға бердім ғой мен. Мен ғой Жәмила. Ойбай! Шынды ма? Дәурен, алдап тұр, бұл емес. Бұл кеше тырық, сұлу болған, бұл емес Дәурен. Түнімен су ішіп семіріп кеткен та, давай. Мұқан, Ой, жанды болсын. не танымай қалдың ба мені? Станып тұрсыз ба? Танымайшы? Кеше маған түнімен өлең оқыды ғой. Ой, мына өлең оқыды ма? Иә. Қандай өлең? Не қарашы, Ой, жеті қарақшы. Бізді қимай кетіп барады. Түнімен жұлдыз санатты ғой маған. Үйленем дедің ғой сен маған. үйленеді, соған кет. Жәмила, үйленем ғой, бірақ мен қазір басымда кредитім көп еді, құтылып алайшы, кейін үйленем. Кредитке аласыз мені. Жәмила, телефонды беріп жатсашы, кейін паспортын тұра берсін, үйленетін кезде алып кетем ғой паспортпен сен. Ойпырма, иә? Жәмиланың өтініш мен ана үйден жалғыз кетемін. Етін ет жеп атқанда керек жаным. Қайсысың кім? Омар Мұқан деген қайсысың? Мына мен досым ғой. Сен ба? Ассалаумағалейкум. Бар. Бар ғой, нормально. Табармыз? Осы ба күйеу бала сонда? Көке, сіз шатасып тұрсыз ғой? А? Мен үйленбеген бойдақпын ғой, күйеу бала емеспін. Дұрыс қой, да Жәмиланы айтсаң, как раз. Күйеу бала болмайсың. Жоқ, Жәмиланы алмаймын ғой мен. Алмайсың ба? Так, күйеу бала болмайсың ба? Жоқ. Онда қылмыскерсің, қылмыскер деп жазамыз. Неге Алмаймыз көке? сен. Неге қылмыскер мен көке? Неге екенін білмейсің ба? Былай жүрші. Не істеп қойды аға бұл қылмыскер болды? Не істеді айтайыншы? Сендер қара талдың түбінде не істейсің, а? Не істеді? Жап-жас 12-де бір гүл ашылмаған Жәмила қызымыздың жүрегін жаралап, ойына келген сондай арам ойларын. Жәмила, мына қатыр, тағы да қасында тұрмасын. Тұрмын. Бірақ гүл қалған сияқты омыран ашылмаған. Негізі айтам да. Кім сен сош? Досым ғой. Досым сен саушашты көп. Қойыңыз ба, әші қасына еріп келген. Не істеді? Фактімен айтсаңшы, факті бар ма? Факты тұр мына, тола факт. Бұл не істеген? Бұл азаматша Құшыбаева Жәмиланы, жап-жас Жәмила. Қылмыскер, әккі қылмыскер, алаяқ, мошенник, сондай қаныпезер, мына Омар Мұқан есімді азамат, отырыстан кейін үйіңе шығарып деп алдап алып келіп, үйінің қасына мына қара талдың түбін алып келіп, сондай ойына келген арам ойларды жасап, жап-жас қыздың миын айналдырып, неше түрлі өлеңдер оқып, sonra 70-80 жыл қалып кеткен анекдоттар айтып, сөйтіп тұрған кезде байқатпай оң қолын Жәмиланың беліне жіберген. Онда не тұр көке? Не? Қол жүгірте бересіз ғой, иыққа жүгіртесіз, қолға жүгіртесіз. Сендерге он жыл емес па? Бізге ол көп көрмеген. Не істеді? Оның белін ішім ұстап көрмеген. Новый десеңші. Осындай болады белін ұстамаған. Ал ұстағандар жіңішкелер біледі белін. Қылмыскерлер. Содан ол оң қолмен ұстаған былай тұрсын, мына сол қолын оң қолға стрешін жіберіп, сөйтіп мынадай тарақтақ бала. Ой, қойыңызшы. Адам істейтін нәрсе емес қой көке мынау. Ананың белі анау, қарсаңызшы. Мынаның қолы мынау ақ. Мына жерлерде қол бітеді ғой. Бұлай тұрғанның өзі. Бak бұл мен саған айттым, бұл аққа қылмыскер. Бұлар бәрі істейді. Мысалы ана есікті кілтсіз аш десем, аша аласың ба? Жоқ, ашамайды. Міне, ал соны ашатын аққа қылмыскерлер бар. Мына тура сол секілді. Белі қол жетпейді. Ал бұл жеткізген былай тұрсын. Қолы былай иқысқа жіберген ғой. Айқастырған ба? Айқастырған былай тұрсын, Жәмиланы көтерген былай. Көтеріп алып, через себе лақтырған. Тұра парестер. Сомен? Қызыңыз мәз ғой соған? Жолы басайдан қуанғы. Сөйткенде бұлай үсте шығып кетіп, қолы айқасып, бұлай тұтап тұр. Сол кезде қиналған
Жәмила қорқып айқайлап, Дұрыс қой айқайлау. ағайындар, құтқарыңыздаршы ағайындар, мама деп сондай шырылдаған дауыс шықты. Оны енді Жәмиланың үнін өшіру мақсатында не істеді десейші. Қол былай, ә? Ол былай, не істеуі мүмкін? Аяқ жетпейді. Білмеймін ғой не істеді. Сіздер білмейсіздер. Ал бұл әккі қылмыскер болған. Айқайлап жатқан Жәмиланың аузын өзінің аузымен жапқан. Вау! Тосында жүрсем де қылмыс керек екен мынау, ә? Адам ойына келмейді. Бекар тосында жүрсіңдер. Так, одан арман қарай қылмыс істерін жалғастырап отыр. Солай жатып, былай жатып, бір кезде домалағанмын. Сөйтіп домалатып, мына огородтағы бүкіл помидор, огурцы, капуста, жасқабақ, баклажан, соның бәрі мыжыған. Мыжып, ең соңында бір гектар жүгеріні айғырға береміз деп отырмын. Соның бәрі таптаған. Одан разгом алған бұлар. Разгом ал. Мынауың жаман екен. Тоқтамаған, ә? Тоқтамай қайта жылдамда бір разгом ал қауіп қоран ішіне кетті. Ал жұмыртқалардың мыжып, жұмыртқадан енді шыққан кеп кішкентай балапан шөжектер бұндай нәрсе көрмеген, қорқып жүрегі жарылып, Сабыр көке, сабыр. бір тет өлген. Соны көрген тауықтар шок болып қалған. Сөйтіп тауықтар жұмыртқа тумайтын болып шыққан ғой. Осы жақсыласыңдар. Одан әрі тоқтамаған. Сөйткендағы бұлар көшеге шығып кеткен домалап. Көшеге. Сабаққа кетіп баратқан ауылдың оқушылардың араларымен өтіп, былай. Не болып кетті көке? Сонда бұл ауылдың оқушылары түнімен сабаққа барамыз онда? Былай саған. Сіз сабаққа барған дедіңіз, бұл оқиға осы түнде 2-де болып жатқан жағдай ол? Қашан деді? 2-де болып жатыр. 2-де? Иә? Сен енді бұл қанша огородтарды аралайды бұлар. Соны бәрі таптай тауық құраға кіріп, сол кезде уақыт өтпейін ба? Тұра береміз. Азанға шейін аунаған ғой, ә? Сонымен кешіріңіз. Бамай сұрақтар қоя бермеш маған. Болды, кешіріңіз. Зорға құрастырып жатсам. Одан оқушылардың арасынан өтіп, көшеге шығып, трассаға шыққанда, сондай гололедта машиналардан айбон жасап, небір машиналарды алып. Не болып кетті оны көке? Адамдар пайынсып. Көке. Мына өзі жазда сияқты еді ғой. Ана асқабақ, помидорлар мыжып жатыр. Мына яғыңыз гололед болып кетті ғой. Ал үсмейманлар. Помидор тұрады ме? Иә, анақта. Асқабақ. Теплицада бабай ма? Ой бар! Кешіріңіз. Өседі. Одан тауға кеткен бұлар, домалап. Тоқтамаған. Сөйтіп бүкіл жылқылар тауда жайып келгендер қашып Қырғызстанға өтіп. Сонымен ана жерде оны көрген қасқырлар қан құсып өлген, осындай көп жағдай қылмыстар бар. Сонымен жаңағы Омар Мұханды 7 жылға соттаймыз. Аз ол көке, 7 жылдан да көп соттау керек. Жанымыз ашып тұр, қазақ болған екен. Не? Көке, Не? сотталып кете береміз бе енді көке? Қараталдың түбінде ойламадың ба? Қазақпыз ғой енді көке ол. Сонда қазақ болсақ соттамаймыз ба ешкім? Басқа ұлттарды соттап кете береміз ба? Не айтты? Көке, басқа енді сотталмайтын жол бар шығар енді ол көке. Шынымен көке жол жоқ па? Мен ауылдан сұрайды көрдім ба? Мені сұрақ. Иә? Бар жолы. Қандай жол бар? 2 жолы бар. Қандай жол? Бірінші жолы 7 жыл алады. Иә? Екінші жолы Жәмиланы алады. Болды көке. Әдем. Екінші жол таңдадық, Жәмиланы алады болды. Амай мен Жәмиланы. Не аласың? Так. Қама. 7 жылға кетеді. Жәмила көке. Жәмиланы алайын көке. Жәмиланы алайын көке. Өтініш. Сөйтіп. Қара, еге болай. Еге бол деймін, уақыт жоқ. Қуаныштан жылап жатыр екен ғой. Жылатпаңдар. Кез, ЗАГСтеріңді қиып берейін, тез-тез. Өзіңіз қия бересіз ба негіз? Негіз өзіңіз қия бересіз ба? Мен осы ауылда участковый мектеп директоры, садиктің заведующі, БХАЖдың бастығы деген сияқты. Ахаж ба сонда? Негеміз қиясыз ба? Иә, кәді. Содан кейінден ашетті тағы да... Бірақ, қызыңыз дайын ғой бәрі. Соңғы қоңырауда дайын болған ғой негіз. Да, қол қойыңдар тез-тез. Отағасы қойсын, отағасы. Міне. Тәрбиелі қыз екен, тәрбиелі қыз. От, әнесі де үлкен қойсын. Мен де қойын. Кеу жолдас. Қыз жолдас. Апа, қыз жолдас тұрмас па мұнаған? Жәмилаға. Бәдеш, бөгелек. Қыз жолдас бола салсен. Бізде бәр бола береді. Болды ма? Болды. Горка! Ой, оң баған. Горка жоқ. Бет ашар болсын.
Иә. Ай, Мұқан. Қазыңыз бәрінен аяғым. Мұқан. Беташарды мен өзім ашам. Бақын ба? Осы ауылдың беташары Қарындасыңыз ба? бола береді бізде. Банкіні өзім алам. Сосын ертең құдалықты өзім басқарып барам. Кәсіп жолдарды маған аласың. Бірақ құдалықты да жүргізетін тамада өзім болам. Ақшасын маған береді. Палау істемейсіз ба? Алау керек па істеймін. Сөйтіп ертең тойғандан жауап берейін. Давайте. Мәжінеге жүрік, мәжінеге жүрік. Бар дұры. Тез-тез алып кет, тез-тез алып кет. Бай жолды құда болады. Сен атың кімсің? Дәурен қадым. Жақсы екен. Үйленгенсің ба не? Жоқ ой, бойдақпын. Ой, Е? рең басың, үйленген адам рең бас. Бір оттай береді көке, бір оттай береді. Сен үйленбесең дұрыс бапты. Мына Жәмиладан құтылдық, бұл да уайым ет бізге. Сол біз ана Мұханды үйлендіре алмай жүргенбіз ғой? Жақсы болды. Дұрыс болды негізі. Бірақ құтылдық. Бұның әкесі класстасым еді. Жәмиланың. Осы тапсырған қосын. Бүйт бүйеге берейік. Мынаның бәрі өтірік қой сонда, иә? Осындай оқиға болады өзі. Жоқ. Сен де қуатыңыз. Сен бері қара, сен бойдақ болғаның жақсы болды. Бұл Жәмиланың енді Камила есімді әкпесі бар еді. Бойдақ, күйеуге дейін. Сен де бойдақ екесің деп жатырмын да. Ой, қойыңыз ай көке жүгір. Жоқ, тұра. Көрмей білмей қалай айтасыңыз? Көрдік қой жаңа оны. Мен сиыр екен деп ойлап қалдым оны. Ол жаңа шықты ғой, екі есе мұнада. Ол азған түрі. 250 ақ килограмм. Сен енді былай қыл. Сол әкесінің жақында алған новый 570 джипі бар еді. Иә? Сол Камиланы кім алса, сол джипті қосып берем деп тұр ғой. Мәқса. Ойлан. Сонда Камиланың аласына жіпте қосып береді. Қатын алма қайна дейді. Иә, жіпке болды ала салға болады негізі көке. Ай, бір ақыл бар, а? Ай, жаным, бір бала деді. Бірақ енді анау ертең Камилаңыз қыз тумай ма ол? Жоқ, қызың не? Қызды да, олды да қос-қостан туа. Бұлар жылын құрғатпайды, туа береді. Тұқымы сондай. Сосын тұқымың іріленеді, іріленеді. Сол уайым болып тұр ғой сол көке. Ертең ол Камилаңыз қыз туса, одан туылған қызды 5 жіп беріп өткізе алмай қалатын тамыз?